алды. Мен мұндайды жақсы көрген соң қуана келістім. Біз көп көңіл көтердік, іштік, жедік. Сонша көп ішіп жегенді сонша, бұның бәрі отравлениеге әкеліп соқты. Менің халім қатты нашарлап кетті. Ауырғаным соншалық, мен жерге құлап түсіп, мені скорый алып кетті. Сосын мен комаға түсіп, ол жерде 1 айға жуық жаттым. Мен арықтап кеттім, және денем босаңсып қалған соң, басында дұрыс жүре алмадым. Сосын ең қызық нәрсе бастала бастады. Себебі мен ұйықтай алмадым. Басында дәрігерлер бұл қалыпты жағдай деген еді. Бір жеті өткен соң, дәрігерлер бұл жағдайды өздері ұқпай қалды. Мен не боп жатқан ұқпадым. Көзімді жұмсам болды, басымда бірдеңе тарс еткізіп оятып жіберетін. Басында мен бұл жағдайға қуанып кеттім. Себебі ойын ойнауға, YouTube көруге уақытым бастан асып жететін. Бірақ мен бұдан да жалығып кеттім. Себебі барлық адамдар сияқты демалғым келді. Сосын мен не де болса ұйықтатқыш дәрілер ішпекші болдым. Бірақ бұл қате шешім болып шықты. Менің қатты ұйқым келді, бірақ ұйықтай алмадым. Спортпен де айналысып көрдім. Себебі ол шаршатады, және содан кейін ұйқым келіп кетеді деп ойладым. Қанша шаршасам да ұйқым келмеді. Бұлай өмір сүру өте қиынға соқты. Уақыт өтпей қойды. Сосын мен өте көп уақытымды өткізу үшін бірнеше балалармен интернетте танысып алдым. Олар әр жерде тұрған еді. Сондықтан